Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін жылқыны жүгіртуге поляға жібердім. Қонағында кішкене ентігіп қалдым, жүгірем деп. 4 күн байлауда тұрып еді. Қора болмай қазір байлауға қойып жүрмін. Содан құтырып қапты, кішкене шыпсып. Бағанадан бері 1 сағат болды шауып жүрген. Әбден шыпсып қапты. Су беру керек қойын көлдеп жүр. Кішкене осылай жылқыларыңызды анда-мында жүгіртіп тұрмасаңыздар, шыпсып қалады. Осы жылқымен бірге ары-бері қолап жүгірттім, ары-бері кішкене қан айналымы жақсы болсын деп. Негізі өзім малдың астын тазалап жатқан қазір. Жылқыны шабыз. Комментарийге жазып достар, баға беріп кетіңіздер. Құнанға 3 жасар құнан шығар. Төс кен, өкпесі кен ашылған. Шоқтығы биік. Аяғы кесе тұяқ. Осылайынан кейін далада жылқымызды жүгіртеміз. Хой! Жат! Қазір көп мініп жүрген жоқпын. Қол тимей кетті. Үйдегі жұмыстар мал қарау, сонымен сол себепті осылайынан жылқы өз-өзін жаратып жүр. Жүгіріп, шауып. Жылқыларыңызды байлауға қойып қоймаңыздар, осылайынан жіберіп тұрыңыздар кейін далаға. Жылқы мал себеп шыпсып қалады. Жылқы босаңсып кетеді дейміз. Сол себепті осылайынан жіберіп тұрыңыз, ары-бері шапқылатқанға. 5 жасқа дейін айғырға өсірсем бе деген ой бар достар. Қалай ойлайсыздар? 5 жасқа дейін бойы 1,70-ге жетеді деп ойлаймын. Қазіргі сәтте бойы 1,55 шоқтығынан құнан шығар. Рекс, жат. Қой, дейсіз бе? Достар, осындай видео болды. Каналды қолдап, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз жаңа видеолар салғанға бізге шабыт береді. Жылқының бойын өлшегенде кейбір адамдар сұрап жатады, жылқының бойын қалай өлшеймін дейді. Жылқының таза бойын шығару үшін кейбіреулер бой жағынан жеңіліп қалып жатады. Жылқының бойын өлшегенде 1-2 сантиметр артық немесе кем өлшеп жіберіп жатады. Тура жылқының осы шоқтығынан өлшейміз. Шоқтығы деген мына жерде ең биік сүйек болады. Ер-тоқым кеп тірелетін сүйек. Осы сүйектен тұяғының басына дейін қойып өлшеп тұрамыз. Жылқы өлшеген кезде басын төмен түсірмеу керек, немесе басын созып тұрмау керек. Көтеріп тұрған дұрыс. Сонда жылқының шоқтығы таза өлшенеді бойы. Төмен түсіріп алса шоқтық, мойын сүйегі төмен түсіп, шоқтығы көтеріліп, жылқыны өз бойынан артық бой беріп тұрады өтірік. Сол себепті осылайынан өлшейміз.
Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай ана жерінде биік сүйек тұр, содан төмен қарай тұяғынан бастап өлшей береміз. Қазір ентігіп қалды. Мен бағана бұны артынан жүгіріп, екеуміз қоласпақ ойнадық. Ана бір жауып кетті. Осылайына малдың астын тазалап жатқан тайыншалардың. Мына жақта бізде тайыншалар тұрады. Жер көлемі жағынан кен, ауламыз. Осы бақша жазда бұл жерге жоңышқа егілген. 3 рет жабылады, бір телешкеден 3 телешке жоңышқа аламыз. Осы жерден қыста тайыншалар тұрады. Осындай ақыр жасап қойғам. Қазір солардың астын тазалап жатқам арбамен. Жылқымды аяп кеттім, іші пысып тұр екен. Содан осындай сіздерге бір жағынан видеоролик жасасам ба деп осылайынан түсіріп отырмын. Өзі келеді жылқым. Ақылды жылқы. Көптеген адамдар сұрап жатыр, жылқынды сатасың ба деп. Бұны сатпаймын. Қазірше сату планда жоқ. Тайыншалардың артына бірақ кіріп кетті. Қазір бұлай айналып шығатын шығар. Қазір мына жақта айналып, мына жақта қоршауға тіреледі. Қоршауға. Мына жерді бұзып кетіп, ары қарай биелер тақтап алып алды. Қоршауды бұзып кетті. Айғыр бола бастады, көктем болған. Побекте жүр бұл бізде. Ана жерді бұзып кетті. Қоршауды. Бұл енді айғырлығы басталып көктемде. Мына жақта биелер тұрған. Соған қарай жүгіре бастады. Аяқ қол сау деп ойлаймын. Қоршаудан секіріп кетті осылайына басып. Болды енді байлақ қоям ғой деймін. Өйткені ентігі басылған секілді. Әйтсе қоршауды бұзып кетіп, ертең тағы да проблема болуы мүмкін. Достар, жылқымды қазір байлайым. Видеоны жүріп отырайын. Достар, міне тұрған құнанды ұстадық. Aynen. Arkamda deteyim önceklerde. Yağına tak demekçi. Atışlarınızlar, önünüzler, көтейіңіздер, дамыңыздар. Сіздермен болған Агро каналы. Осымен видеомыз аяқталды, достар. Видеоны каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше.